Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай огурцы помидор жабамыз қысқыға. Ол үшін огурцыйды жақсылап жуып аламыз. Осай губкамен салқын суға жуып аламыз, тазартып, сосын 7-8 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін банкаларды алып, банканы осылай стерилизовать етеміз, бір 15 минуттай. Содан кейін қиярларды салып, осылай салып көреміз, қанша сиятын. Содан кейін ыссыз су қайнап тұрған құямыз банкіге, крышкаларын стерилизовать етеміз, осылай қойып қоямыз. Бір жылығанша, қолымыз тиіп жылығанша жаңағы құйылған суды төгіп тастаймыз. Осылай төкпейміз, кастрюльге төгіп қайнатамыз. Мысалы 1 литр банкіге 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық шекер салып қайнатамыз. Қайнап, қатты қайнау керек. Содан кейін жаңа қайнаған суды осылай құямыз. Сосын үстіне осындай шөптерді, хрен, лавровый лист, соларды салып, осылай кішкене ыссы су құйып жуып аламыз. Содан кейін жаңағы банкіге бәрін салып, чеснок, қара бұрыш, перец, хрен, лавровый лист және шөптерді осылай тығыздап салып, бетін жауып, жаңағыдай жасаймыз.